Ресей енді Қазақстанға көз тікті. Өзінің әскерін және әскери көліктерін шекаралас аймақтарға жаппай жіберіп жатыр. Тиктокта осындай видеолар қаптап жүр, біреуін қарап көрейік. Видеодағы ақпарат қаншалықты рас, бірге тексерейік. Достар, қорықпаңыздар, бұның барлығы фейк. Соғыстан Құдай сақтасын әрине. Видео 2 жыл бұрын жүктелген, дәлірек айтсақ, 2022 жылдың 19 қаңтарында YouTube'қа шыққан. Ол жерде Ресейдің Иркутск теміржол вокзал аймағында түсірілгенін байқауға болады. Уақыты Ресейдің Украинаға басып кірген уақытымен сәйкес келгендіктен сол кездегі соғысқа дайындалып жатқан әскери техникалар деуге болады. Толығырақ айтатын болсақ, кадрлардағы ғимараттар мен Google Map'тағы спутниктен түсірілген суреттер теміржол бойындағы ғимараттармен сәйкес келеді. Яғни видеодағы әскери техникалар Ресейдің Украинаға пайдаланған техникалары деуге толық негіз бар. Енді ойланып көрейікші, Ресейдің Қазақстанға басып кіруі мүмкін бе? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз. Видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.